Бисмилля, валхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля, амма ба'д, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Қадірменді көрермен, Алланың сендерге сәлемі, рахымы, берекеті болғай. Бүгінгі қозғағалы отырған тақырыбымыз дінде шектен шығушылық пен тақуалықтың айырмашылығы. Исламды дін ретінде қабылдаған әрбір адам кемелділікке жетуді мақсат етсе керек. Енді бұл талпыныс әр деңгейде басталады. Біреулер қателіктеріне тәубе етсе, біреулер Алладан жарылқау тілеп, жәннатты сұрап тозақтан сыйынады. Алла тағала Құран-ы Кәрімде Бақара сүресінің 143 аятында «Саталлитакуну шухада алан наси». Біз сендерді өзге адамдарға куәй болу үшін орта үммет қылдық дейді. Енді осы аяттағы уасатан сөзі, яғни орта жолды ұстану деген мағынаны білдіреді. Себебі дініміз шектен шығушылықты құптамайды. Ислам адам өмірінің барлық саласында тепе-теңдік пен ұстамдылықты насихаттайтын дін. Ол адамды орта жолды ұстануға, шектен шығушылықтан қайтарады. Орта жолды ұстануға бұйырып, шектен шығушылықтан қайтаратын дін. Құран мен хадистерде де осы шектен шығушылықты түрлі қырынан сынға алып, және оның адамға және қоғамға тигізер зиянын баяндайды. Шектен шығушылық дегеніміз не десе, кез келген істе шектен тыс қатаңдық таныту және шектен тыс қатты артық кету. Және бұл шектен шығушылық ғибадатта, жеке мінез құлықта және қоғаммен байланыста байқалады. Пайғамбарымыздың өмірінен алатын болсақ, бұл хадис, айтқалы жатқан хадисімді имам Термизи өзінің Шамаил Мухаммадия кітабында келтіреді. Айша анамыздан естіген хадисте айтады, Айша анамыз маған Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам кірген еді дейді үйіме. Сол кезде менің құзырымда бір әйел болды дейді. Сонда пайғамбарымыз одан сұрады дейді, бұл кім деген әйел дегенде, бұл түнімен ұйықтамайтын пәленше деген әйел деп жауап бердім дейді. Сонда пайғамбарымыз айтты дейді, алейкум минал аъмали ла тутиқун, сендер өздеріңе шамаларың келетін амалды істеңдер деп айтты. Және жалғасында фаваллаллахи ла ямаллуллах хатта ямаллу. Алла жалықпайды, сендер жалықпағанша дейді. Яғни Алла тағала әмір етуден жалықпайды, оны білмей тұрған жоқ. Сендерге ауыр тиетіндіктен бұндай нәрселерді өздеріңе ауыр қылып алмаңдар, шектен шығып кетпеңдер деген нәрсені көтетеді. Және жалғасында айтады: "Ва кана ахабба залика иля расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллам аллази ядуму аля сахибихи." Пайғамбарымыз айтады, және пайғамбарымызға сүйіктірек болғаны амал аз да болса үздіксіз жасалған амал дейді. Мысалға, білікті дәрігер маманы сізге ораза ұстауға тыйым салса, денсаулығыңызға өте қауіпті десе, сіз соны біле тұра оразаны әдейі ұстасаңыз, бұл да керісінше сізге бұл да сауап емес, күнә жазылады. Себебі денсаулық аманат. Ал сіз бұны біле тұра, білікті маманның кеңесіне жүгіне тұра әдейі істесеңіз, бұл да діннен шектен шығушылық болып саналады. Себебі Алла Тағала Құран-ы Кәрімде, егер сендер ауру болсаңдар, немесе сапарда болсаңдар, оразаны, тіпті фарыз оразаның өзін басқа айларда қазасын өтеңдер деп әмір етеді. Және шектен шығушылықтың тағы бір түрі тек дүниеге құмарту, немесе керісінше. Және туған туыстарға, ата-анаға деген қаталдық. Және өмірдің ләззаттарынан толықтай бас тарту. Орта жолды ұстану үшін не істеуіміз қажет десек, діни міндеттерді ақылмен орындау, өзгені өзінен жоғары санамау, және өмірдің барлық саласында теңдікті ұстау. Ал енді тақуалыққа келетін болсақ, тақуалық бұл Алла тағаладан шынайы қорқу. Кез келген істе Алла көріп тұр деген деңгейде ол істі жасау. Бұл тақуалық қылған адамның ешқашан қоғамға, тіпті өзіне жақындағы, жан жағындағы адамдарға ешқандай зияны болмайды.